Қайырлы күн достар. Бүгін рубрика осы өткен декабрь айындағы сделкаларға обзор. Бірінші өзімнің сделкаларымнан бастасам, CMC компаниясынан бастаймыз. Уровень қайдан алынды деген мәселеге қарайтын болсаңыздар, уровень бізде мына жерден алынған болатын. Және отработкасына кіретін болсақ, бұл уровень бізде БСУ болып есептелінеді. БСУдан кейін бізде мына жерде бар подтверждающий уровень деген бар, БПУ. Жақындатып қарайтын болсақ, біздің кірген жеріміз мына жақтан кіргенбіз, біздер 6,5% алып кеткен болатынбыз. Яғни уровень четко подтвержденный. Кіргеннен кейін шыққан жерімізді де белгілі. Кірген точка мынау, шыққан жері стопымыз 3,2%, яғни 2-1 алып кеткен болатынбыз, хотя 3-1-ге дейін де барып келген болатын. Зона свободный, запас хода өте жоғары, жоғары жағы пустой. Недергімен қарайтын болса, жоғары жағы пустой. Екінші компаниямыз бізде Айп деген компания. Неделен таймфрейммен біздер жұмыс жасаймыз. Айп деген компанияны қарайтын болсақ, бұл жерде уровень біздің мына уровень еді. Бұл уровеньнен біздер отработкасын көруге болады. Мына жаққа қарайтын болсаңыздар, уровень мына жақта пайда болған, және ол БСУ болады. Мынау бізде БПУ1, БПУ2, мынау бізде пробой. Біздер әрқашанда пробойдан кіреміз. Пробойдың жабылуына да қатты мән беретін боламыз. Кірдік, стопымыз осы жақта болған еді. Стоп уровеньнің астына 5% болды, отработка 18%-ке дейін, 20%-ке дейін барған. Бірақ біздер 10%-те алып кеткен болатынбыз. Бұл жерден 1-2-1 где-то сол шамада. Үшінші компания менің өткен айда кірген CTSH. Бұл жердегі уровеньді қарайтын болсаңыздар, уровень мына точкадан алынған болатын. Осы жерден уровеньді алғанбыз набармен. Бұл жерде бұл БСУ, мынау бізде БПУ-ға жақын. Отбой болған, отработкасында бізде мына жақтан кірген болатынбыз. 4,5%-ке дейін барды, мен 6-7% қалғаннан ол обратно түсіп кетті де, біздер без убыток қайттан жабылдық. Неге түсіп кетті? Ол жердің логикасында мына жерде бізде сопротивление болған. Бұны көріп тұрғанда да мен арғалай алып мынаған дейін барады деген ой болған еді, бірақ барған жоқ. Яғни бірінші тек профит осыған дейін алып кетуге болатын еді. Келесі екіншісі мынау болатын еді. Бұдан бөлек соңғы 31 күні қараған акциялардың ішінде мына DBGI компаниясы бар. DBGI компаниясы бізде мына уровеньден алған болатынбыз. Яғни қарап отқанбыз. Яғни бұл уровень бізде четкий. Зона мына жаққа дейін бара алады. Кішкентай сияқты көрінгенімен арасында бізде үлкен проценттер жатыр, 31%-ке дейін көтеріле алады. Енді қалай отработка жасады қарасаңыздар, бізде уровень пайда болды. Мынау бізде ложный пробой, қызыл тұрған. Мынау да бізде ложный пробой. 3 ложный пробойдан кейін ғана бізде закреп болған уровеньнің үстінде закрепление. Яғни біздер күннің жабылғанына дейін күтеміз. Мына күнде де кірмейсіздер, мына жерде де кірмейсіздер, тек мынау жасыл бармен ғана кіресіздер. Бұл 31 күнгі декабрьде болды. Екісі күні бізде 19%-ке дейін барды. Жалпы осылай сделкалар жасалынады. Қызық болса, комментарияға жазып кетіңіздер ойларыңызды.